Заманымыздың заңғар тұлғасы жазушы Әбіш Кекілбайұлының шығармаларын мектеп мұғалімдері қаншалықты оқығанын бірге білетін боламыз. Мен Әбіш Кекілбайұлының «Шыңырау», «Бір шүкім бұл» және күй туындыларын оқыдым. Өзіме ұнайтыны «Шыңырау». Мен Әбіш Кекілбайұлының «Елең алаң», «Үркер» романдарын оқыдым. Содан кейін шағын әңгімелерінен «Бір шоқ жиде», «Тасбақаның шөбі», «Автомобиль», «Бір шөкім бұлт» әңгімелерін оқыдым. Солардың ішінде маған ерекше ұнайтыны «Бір шоқ жиде» хикаясы. Бұнда қарапайым зергер Тілеуқарттың өмірі баяндалады. Әбіш Кекілбайұлының қай шығармасын оқыдыңыз? Ешқандай шығармасын оқымадым. Мен Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең алаң», «Шыңырау» сияқты шығармаларын оқыдым. Бұл жалпы бүкіл Маңғыстау халқы, қазақ халқы білетін шығармалары. Маған осы шығармалардың ішінде ең қатты ұнағаны «Шыңырау» повесті болатын. Бұл «Шыңырауда» жалпы еңсептің қалай құдық қазатыны, сол құдық қазудағы қиындығы және де жалпы сол уақыттағы халықтың өмірі, тыныс-тіршілігі туралы айтылған. Мен Әбіш Кекілбайұлының «Шыңырау» повесін оқыдым. Ондағы жаңағы су жоқ елді мекенге құдық қазып, халықты тұщы сумен қамтамасыз ету үшін жұмыстанады. Жалпы повестің барысы солай. Өзіме жақсы әсер алдым. Мен Әбіш Кекілбайұлының шоқтығы биік үлкен шығармасының бірі күй шығармасы. Күй шығармасы деген ол автор деген барлық тарихты өте кеңінен болжап, қорытындылап, әдемі ойлап жазған. Маған осы шығарма өте ұнайды. Мен Әбіш Кекілбайұлының «Шыңырау» деген шығармасын мектепте оқушы кезінде оқығанмын. Тек сол шығармасын ғана білемін. Мен Әбіш Кекілбайұлының «Шыңырау», «Елең алаң», «Үркер» шығармаларын оқыдым. Соның ішінде ең қатты әсер еткені «Шыңырау». Себебі жалпы Әбіш Кекілбайұлының өзінің жазу стилі маған ерекше ұнайды. Осы шығармалардың ішіндегі ең ерекше әсер еткені де осы «Шыңырау». Мен Әбілқайыр хан туралы жазылған «Үркер», «Елең алаң» романдарын оқығанмын. Сол ханның тарихы туралы баяндалған. Мен Әбіш Кекілбайұлының «Үркер» күй шығармаларын оқыдым. Оның ішінде күй шығармасы ұнайды.